Талғаттың көкесі мұғалім. Тарих пәнінен сабақ береді. Білмейтіні жоқ. Көкесінің ұшан теңіз білімін ауылдағы ақсақалдар да бас шұлғып мойындайды. Ал кімге әкенің беделді болғаны ұнамайды дейсің? Талғат та соны іштей сезіп масаттанады. Келе-келе Талғаттың кеудесіне нам пісе бастады. Менің көкем ең ақылды адам дейтін болды. Достары да мақтаншақ Талғатқа қарсы дау айтпауға дағдыланып алған. Бір күні Нұрым өзенге шомылып қайтайық. Бекетайды да жолай ала кетейік деді. Күн ыстық. Бекетай әкесіне комбайн жөндеуге көмектесіп жатыр екен. Бұларға ергісі келіп жаутаңдай қарады. Жұмысын бітірген соң Бекетайда қуып жетті. Достар күре жолға түсіп алып, жалаң аяқ борпылдақ топырақты кешіп, өзенге қарай бет алды. Ой, сенің де бетіңе май жолыпты ғой. Өскенде көкең сияқты май тракторшы болатын шығарсың деп күлді Талғат. Не дедің? Сеніңше тракторшы қажетсіз мамандық па? Бекетай кәдімгідей шамданып қалды. Әрине, жаман. Үсті басыңның май боп жүргені қайбір жақсы дейсің. Иісі де жүректі айнытады. Талғат қып-қызылдауға тап болды. Мақтаншақсың сен. Мен бе? Мен мақтаншақпын ба? Сендер көрер көзге мойындамай тұрсыңдар. Өйткені Кәрімнің үйіндегі тойда көкелерің қазақ деген сөздің қайдан шыққанын таба алмады. Сонда менің әкем айтып берген.